Бұл фильмдегі оқиға шын өмірден алынған. Эрик, ты меня слышишь? Эрик. Фильм оқиғасында Дания мемлекеті 1967 жыл Элмар және Эрик есімді ағалы інілілер телескоп ұрлап қашып бара жатыр, бірақ заттың иесі оларды ұстап үлгереді. Осылай олар полиция учаскесінде отыр. Олардың аналарын шақырып, балалардың біраз нәрсе ұрлағанын және сабақтарынан да қашып жүргенін айтады. Егер балаларыңыздың тәрбиесіне қарамасаңыз, олармен инспекторлар жұмыс жасайтынын ескертіп, үйлеріне жібереді. Үйде Эрик анасына «Неге біздің табысымыз аз? Бізге неге қажетімізді алуға ақша бермейсіз?» деп ренішін айтуда. Олар тіпті аналарының қан жөтеліп жатырғанын байқамайды. Кішісі Элмар ғарышкер болуды армандайтыны белгілі. Аналары түнгі сменде жұмыс жасайды, бірақ осы түні жұмысына жете алмай, ауруханаға түсіп, ракпен ауыратыны белгілі болады. Осылай оның балаларын қарауға шамасы жоқ. Аналарының інісі қамқорлығын алғысы келеді, бірақ оның тұрақты жұмысы болмағандықтан оларды баға алмайтынын айтады. Осылайша балалар интернатта өмір сүретін болып шешім қабылданады. Интернатта таңға қарай тәрбиелеуші балаларды ашулы түрде оятуда. Солай оларға дереу асханаға баруын бұйырады. Ол жердегі балалардың түріне қарасақ, қатты шошынып қалғандары көрінеді. Олар өздерін артық қимылсыз, үн-түнсіз ұстауда. Ол күні интернатқа жаңадан Лилиан есімді жаңа оқытушы келуде. Интернат директоры Хек Эрик пен Элмарға келіп, олардың өскенде кім болғысы келетінін сұрайды. Сонда Элмар ғарышкер болам деп айтып қалып, оқытушысы Лассон оған соққы беріп, өздеріңді төмен ұстауларың керек дейді. Директор оларға бүгін тас тасисыңдар деп бұйырады. Бірақ Эрик Элмардың аяғы ауырады, оған ауыр көтеруге болмайды дейді. Директоры өтірік айтпа деп кетіп қалады. Солай Эрикті бір соққы алады. Солайша балалар күні бойы тас тасуда. Түскі асқа оларға бутербродтар алып келіп жерге тастай салады. Ағалы інілі екеуі алам дегенше нанның үзімі қалады. Балалардың қолдарына мозоль шығып, оларды Тогер есімді бала «Уайымдамаңдар, қолдарың осылай қатайып кетеді» деп жұбатуда. Сонда екеуі «Мұнда көп болмаймыз, жаңа жылға дейін кетеміз» деп айтуда. Тогер күліп жіберіп, «Мен де 2 жыл бұрын осылай ойлағанмын» дейді. Оның айтуынша, балаларды тек 15 жасқа толғаннан кейін жібереді. Осы сәтте ол екеуіне араларындағы үлкендері келіп, оларды соққыға жығады. Олар Эрикті жібермей ұстап тұрып, Элмарды жоғарыға қарай мінуге мәжбүрлеп, оны таспен атқылайды. Солайша сол күні олар интернаттан қашып шығады. Жолда көліктегі адамды кезіктіріп, көмек сұрап, соған мініп кетеді. Бірақ ол адамда оларды қайта интернатқа апарып тастайды. Директор екеуінің қашқандары үшін барлық балалардың түнімен жұмыс жасайтынын айтып, әлде басқа ұсыныстарың бар ма деп сұрайды. Сонда араларындағы үлкендерінің ұсынысымен барлық бала оларды бір-бірлеп ұрып шығады. Әр түні балалар жатар кезде бақытты күніміз үшін рахмет деп айтып болып ұйықтауы тиіс. Ертесіне Элмардың аяғының терісі жарылып жатқаны байқалады. Бұл жайлы шағым айтар болсақ, ұрады деп қорқумен болады. Эрик қоқыстар арасынан шоколадтың кішкене бөлігін тауып алып інісіне беруде. Бірақ ол тек өзі жемей, қасындағыларға бөлісуді шешеді. Кейін балалар түнгі кезекте Аксель есімді тәрбиелеушінің болатынын біліп үрейленіп кетеді. Кейін неге екені белгілі болады. Ол түні ортасында бір баланы оятып алып кетіп, таңға қарай сол баланың денесі ауырып, орнынан тұруы қиындағаны байқалады. Ал Элмар түнде жатар орнына сиіп қойған. Оны тәрбиелеушілер біліп қойып, бұл бала сиіп қойған деп айтады. Сонда балалар оны мазақ қыла бастайды. Тіпті жанағы тұра алмай жатқан баланың өзі де. Элмарды жаза ретінде киімсіз суық далаға шығарып, шелек үстіне мініп, бүлінген матаны көтеріп тұруға мәжбүрлейді. Ол осылай мата кибемін дегенше тұруы керек. Осыдан кейін оны дәрігер қарауында тексеруде. Дәрігер оның аяғы жарылып жатқанын көреді. Бірақ отчет қағазға мұның жұмыс жасауға кедергісі жоқ деп жазып жібереді. Кейін оған дәрі беріп, түнде сиіп қоймауыңа көмектеседі дейді. Бірақ ол көмектеспей, ол ертесіне тағы да суық далада жазаланып тұрады. Балалар қоқыстан жейтін заттар мен темекі қалдықтарын алып жүреді. Кейін сабақ өтуде. Ондағы балалар тақтадағы жазуды әрең оқуда, ал Элмар жақсы оқиды. Ол тіпті өзінің өмірлік күнделігін жазып жүрген. Оқытушысы Лилиан оның қабілетін көріп таңғалуда. Ол Элмарды өзіне жақын тартып, оған интернатқа келген хаттарды тасушы қызметін береді. Осылай оның өмірі өзгереді. Түнде сиіп қоюын да қояды. Бірде Лилиан оған өзінің балалы болғысы келетінін айтады, бірақ олай жасай алмаймын дейді. Кейін олардың аналарынан хат келеді. Хатта аналары түзеліп келе жатқаны және жаңа жылға дейін үйге қайтып бірге болатыны жазылған. Бір күні түнде әлгі Аксель Элмарды алып кетуге келеді.
Эрик байқап, мен де қасына барамын дейді. Бірақ Аксель оны ұрып, орнына жатқызып, Элмарды алып кетеді. Ертесіне Аксель интернет қызметшілерін жинап, Элмарды қан жуса болған күйінде әжетханада тауып алғанын айтады. Лилиан бірден оны ұрған адамды табуымыз керек дейді. Бірақ олар алда интернетқа комиссия келетінін айтып, оларға білдіртпеу үшін тергеу жасамаймыз дейді. Элмарды не болғанын айтпайды. Лилиан мұны тәрбиешілердің бірі жасағанын түсінеді. Солай интернетқа тексеру келеді. Ал Элмардың көгерген жерлерін білдіртпей бояп қойған. Кейін әлгі Аксель еңбектен сабақ беруде. Сонда ол Элмарға шылым шегетін трубка сыйлап, болған жағдай құпия болып қалуы керектігін ескертеді. Ағасы Эрик кек алғысы келеді. Солай ол станоктың сақтандырғыш темірін сындырып тастап, Аксель саусағын кесіп алады. Кейін кешкі аста директор оны қалай жазалауды ойлануда. Сол сәтте Эрикті телефонға шақырады. Телефонда аналарының інісі, олардың аналарының енді жоқ екенін, қайтыс болғанын жеткізеді. Шынын айтсам, бұл фильмнің оқиғасын осылай айтудың өзі маған ауыр тиюде. Себебі бұл фильмнің оқиғасы шын өмірден алынған. Мұны естіген Элмар сенер емес. Директор оларға тынышталыңдар деп ұрып соғып, Эриктің басын тарелкаға салып, тамақты жеулерін бұйырады. Кейін Лилиан келіп, олардың қолынан ұстап, өз-өздеріне келуге көмектеседі. Кейін әлгі нағашылары келіп, оларды алып кететінін айтады. Бірақ директор келісімін бермей, оларды бағуға сіздің жағдайыңыз жетпейді дейді. Сонда ол балаларға бүгін түнде бұл жерден қашып кетуге көмектесемін дейді. Лилиан олар үшін уайымдауда. Сол сәтте оған балалардың нағашылары қоңырау шалып, оларға менің көмектесе алмайтынымды жеткізіңізші дейді. Лилиан дереу оларға ескертуге бара жатыр, бірақ жолда директор шығып қалып, не болып жатқанын айтып беруге мәжбүрлейді. Осылай екеуі қашып бара жатқанда алдарынан тәрбиешілер күтіп алады. Лилиан айқайды естіп, екеуін қалай ұрып жатқанын көреді. Эрик директорға нағашымыз алып кеткен соң барлығын полицияға айтып береміз дейді. Сонда директор қашу жайында Лилианның өзі айтып бергенін және нағашылары келмейтінін айтады. Эрикті подвалға алып кетеді, ал Лилиан Элмарға нағашыларың маған сіздерді алып кетпейтінін айтты, себебі оның екеуіңді бағуға жағдайы жетпейді. Сонда Элмар оған ренжіп, біздің қашатынымызды сіз айтып бергенсіз, сіз де осы жауыздардың бірісіз дейді. Лилиан өзін ұстай алмай, оның бетінен ұрады. Ертесіне Лилиан жұмыстан шығып кетеді. Кетер жолда ол интернатқа қайтып келе жатқан Аксельді байқайды. Осылай арадан 2 жыл өткен. Интернатқа ескертусіз көмекшісімен инспектор келе жатыр. Ол келе сала балаларды көргісі келетінін айтады. Балаларды жұмыс жасап жатқан жерінен алып келіп, инспектор олардың жараларына қарауда. Бірақ балалар бір ауыздан құлап қалып жарақаттанғанын айтады. Инспектор не болғанын айтып бере алатын кім бар деп сұрауда. Бірақ қорқып қалған балалар үндемейді. 3 аптадан кейін Эрик 15-ке толады. Ол өзімен інісін алып кетемін деп үміттенуде. Бірде Эрикке директор көлігін жуғызып қояды. Сонда ол директордан мен шыққан кезде інімді алып кетсем бола ма деп сұрайды. Ал директор мұнда көлік жөндейтін жер ашамын. Сен сонда жұмыс жасауың керек. Сол үшін сен кетпейсің дейді. Эрик ашуланып, оның көзінше көлігін сызып тастайды. Элмар оны іздеп келгенде, оны таппай, сол жердегі қанды байқайды. Эрик таяқ жеп 3 күннен бері есін жияр емес. Тогер өзін алып кететіні жайында хабар алады, бірақ ол бұған қуанар емес. Элмар білдіртпей ағасына келіп жағдайын білуде. Сонда директор келіп қалып, Элмар кроват астына тығылып қалады. Дәрігердің айтуынша Эриктің жағдайы мәз емес, ол қан жөтелуде. Сол үшін оны ауруханаға жеткізу керек. Бірақ директор келіспей, егер өлетін болса, тағдырына жазғаны сол деп айтады. Кейін Элмар директорға келіп, қалаға, музейге барып келуге өтініш қылады. Директор ағасы жайында сұрамаса болды деп оған келіседі. Шыққан бойдан Элмар Лилианға қоңырау шалуда және басқа балалардың бақытты өмір сүріп жүргендерін көріп қызығады. Солай ол Лилианмен кездесіп, болған жайттарды айтып береді. Лилиан оны әлеуметтік қызметкерлерге алып барады. Бірақ онда әлгі инспектор жоқ екен. Оның орнында көмекшісі бар. Бірақ ол баланы айтқанына сенбейді және Лилианның онда жұмыс жасамайтынын, ол баланың туысы да емес екенін айтады. Үмітін үзген Элмар кетіп қалады. Теперь я знаю, что должен делать. Ол достарымен Эрикке қалай көмектесуге болатынын ақылдасуда. Кейін оған барып, өзімнің өмірімді қисам да, саған көмектесемін деп уәде береді. Солай ол қолдан жасалған ғарышкердің киімін киіп алып, директордың көлігін сындырып тастайды.
Тогерден директорды шақырып келуін сұрайды. Директор келіп ашуланып, оны жазалайын деп жатқанда телефонға шақырып қалады. Онда әлеуметтік қызмет бөлімі кішкентай баладан интернатқа шағым түскенін айтады. Ол сәтте тәрбиеші Лассен Эльмарды ұрып тастаған. Директор оны тоқтатуға жүгіріп келеді. Мұның барлығы Эльмардың құрған жоспары болатын. Себебі мұнда инспектор келе жатыр. Эльмар қашып, биіктіктегі су қоймасына мініп кетеді. Осылай инспектормен бірге Лилиан келеді. Осы сәтте Эльмар биіктіктен секіріп кетіп, өзін ғарышта жүргендей сезінеді. Арманына бара жатқандай болып, күлімдеп тұрған анасының бейнесін көреді. Лилиан түнімен ауруханада болған. Таңда дәрігер келіп, үлкені Эрикке дәрілер берілуде, жақын арада жазылып кетеді дейді. Ал кішісі Эльмар биіктен секіргенде бас сүйегі мен денесіне зақым келген. Бастысы тірі қалған. Кейін олар интернатқа келгенде онда толық тексеру жүріп жатқан. Эльмар директорға барып, өзі және ағасы екеуінің бұл жерден шығуы жайында рұқсат сұрайды. Директор амалсыз керекті құжаттарға қолын қойып береді. Ол барып сондағы балалармен қоштасуда. Солайша барлық балалар инспекторға бұл жерде болған жайттарды, олардың қалай қорлағандары жайында айтып беруге келісімін береді. Фильм соңында екі ағайынды бұл жерден құтылғанына қуануда. Сондағы балалардың көбісі қазіргі сәтте сол интернатта болған кездерінде пайда болған ішімдікке, есірткіге тәуелдігімен, депрессиямен және қорқынышпен күресуде. Бір өкініштісі, бұл фильм оқиғасы шын өмірден алынған. Сонда өмірде осыншалықты қатыгез адамдар бар. Сол адамдар жайлы, фильм жайлы ойларыңызды қалдырсаңыз, арнаны қолдап, лайк басып жазылғандарыңыз үшін рахмет.